Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге қазақтың ұлттық тағамы болған шайманы дайындап көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Достар, егер каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын. Бисмиллах деп жұмысымызды қамыр үйлеуден бастаймыз. 1 шай кесе суға 1 жұмыртқаны 1 ас қасық тұзды салып жақсылап қамыр үйлеп аламын. Мінекей қамырымыз да дайын, салмамызды дайындағанша бір шетке қоя тұрамыз. Жаймаға тұздығымызды дайындауды бастаймын. Тұз бен дәмдеуіштер қалауыңызға қарай, қолда не бар қоса беруге болады. Ендеше су мен томат пастасын саламыз да қазанның астын жай қойып пісіреміз. Қамыр дайын болғанша қатты езіліп кетпей пісіруіміз керек. Ендеше қамыр жаюға кірісейін. Мінекей қамырды да жайып болдым. Енді сұйық май құйып, қамырдың үстін жақсылап майлап аламын. Мінекей қамырды бір тегіс қылып майладым. Ендеше үстіне көкөністерді осылай сүйіп шығамын. Ендеше қамырды 4-3 қылып кесіп шығатын боламыз. Кесілген қамырларды ендеше осылай домалап шығатын боламыз. Дайын болған қамырларды осылай қазанға салып пісіріп аламыз. Мінекей достар, ұлттық тағамымыз да дайын, өте керемет, күшті болып шықты. Достар, жайма тамағын жасап көріңіздер. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.